Жеңіс күні 9 мамырда тойланады. Бұл Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 77 жылдығы. Жеңіс күні миллиондаған сарбаздар мен бейбіт тұрғындардың өмірін қиған қанды соғыстың аяқталғанын білдіретін мереке. Ұлы Отан соғысы екінші дүниежүзілік соғыстың құрамдас бөлігі. 1941 жылы 22 маусымда таң атқанда басталды. Бұл күні фашистік Германия 1939 жылы жасалған Кеңес Германия келісімдерін бұзып, Кеңес одағына шабуыл жасады. 4 жылға жуық уақытқа созылған және адамзат тарихындағы ең ірі қарулы қақтығысқа айналған соғыс қимылдарында соғыстың әртүрлі кезеңдерінде екі жақтан бір мезгілде 8-ден 13 миллионға дейін адамдар, 7-ден 19 миллионға дейін ұшақ, 6-дан 20 мыңға дейін танк пен шабуылшы зеңбірек, 85 мыңнан 165 мыңға дейін зеңбірек пен минометтер болды. Екінші дүниежүзілік соғыс пен Ұлы Отан соғысы ауқымы мен кесірлігі жағынан ең ірі шайқасы болып табылды. Бұл әлемнің көптеген елдерінің тұрғындары үшін трагедияға айналды. Тарихта бұрын соңды болмаған адамның шығынға, миллиондаған адамдың сансыз қайғы-қасіреті. 4 жылға жуық уақытқа созылған соғыс қимылдары кезінде тек КСРО-ның өзінде 1710 қала, 70 мыңнан астам ауыл, 32 мың зауыт пен фабрика қирап, 98 мың колхоз тоналды. Біз соғыс туралы аға ұрпақтың әңгімелерінен білеміз. Бірақ бұл қорқынышты оқиғалар миллиондаған адамдар үшін шындық болды. Соғыс көп қайғы әкелді. Миллиондаған жауынгерлер мен бейбіт тұрғындары қаза тапты. Кеңес одағы жалпы алғанда 25,6 миллион адам затынан айырылды. Басқа деректер бойынша 29,6 миллион адамды құрайды. Соғыс құрбандарының кем дегенде 13,7 миллионы бейбіт тұрғындары. 1945 жылы 9 мамыр КСРО жоғары кеңес президиумының жарлығының фашистік Германияны жеңген күні және ұлттық салтанат күні болып жарияланды. Бірінші жеңіс күні қазіргі тарихта барлық мерекедей тойланады. Барлық жерде танымал мерекелер мен халық көп жиналатын митингтер өтті. Оркестрлер қалалар мен алаңдарда өнер көрсетті. Танымал театр және кино әртістері, көркем өнерпаз ұжымдары өнер көрсетті. Бұл тарихи күн халық комиссариатының кеңесінің төрағасы Иосиф Сталин кеңес халқына арнап сөз сөйледі. Кешке қарай Мәскеуде жеңіс салютымен нұрландырылды. 30 жеңіске жеткен оқтан мыңдаған зениттік зеңбірек атылды. Бұл сол кездегі тамаша көрініс болды. Жеңіс салютынан кейін ондаған ұшақтар Астананың үстіне түрлі түсті зымырандар гирляндарын тастады. Алаңдарда көптеген от шашулар жарқ етті. 1945 жылы 24 маусымда Мәскеудегі Қызыл алаңда Ұлы Отан соғысындағы жеңіс құрметінің маршалы Константин Константинович Раковский басқарған әскери парадты өтті. Маршал Георгий Константинович Жуков шеруді жүргізді. Дүниежүзілік тарихқа мәңгілік еткен оқиға. Нацистік баннерлер мен эталондардың тасталуы, кесене жағасындағы платформалардан лақтырылуы дәл осы шеруде болды. 9 мамыр жеңіс күні 1948 жылға дейін ресми мереке болды. Кейін байтақ еліміздің барлық елді мекендерде жеңіске арналған мерекені шаралар өткізілсе де, ұзақ жылдары бойы КСРО-да жеңіс күні мейрамы тек 1965 жылы ғана жұмыс істемейтін күн айналды. 1965 және 1990 жылдар аралығындағы мереке 9 мамырда өте кең көлемде аталып өтілді. Жеңіс күні әскери техниканы дамыту саласындағы соңғы жетістіктер болып саналды. КСРО ыдырағаннан кейін көптеген елдерді 9 мамырда жеңіс күні тойлауды жалғастыруда. Еуропа елдің екінші дүниежүзілік соғысының жеңіс күні 8 мамырда орталық Еуропа уақыты бойынша Германияның берілу актісіне қол қойылған күні аталып өтілді. Жеңіс күні мәңгілік алау жанында белгісіз сарбаз бейітіне гүл шоқтары қойылып,
ол қаза тапқан батырлар еске алу үшін жанады. Дәстүр бойынша жеңіс күнде адамдар шайқас болған жерлерге, жауынгерлер даңқ ескерткіштеріне, қаза болған жауынгерлердің зираттарына гүл шоқтарын қояды. Сондай-ақ шерулер, митингтер мен әскери бөлімдердің салтанатты өтуінен өтеді. Жеңіс күнінде жыл өткен сайын сиреп бара жатқан ардагерлер қалалардың орталық алаңдарында жиналып, жерлес жауынгерлермен кездесіп, қаза тапқан жолдастарын еске алуда. Жеңіс күні тарихта мәңгілік қалады және сол қанды оқиғаларды және фашистік әскерлердің ұлы жеңісін еске түсіреді. Қайтыс болғандарды еске алу, ержүрек ардагерлерге, ержүрек тыл еңбеккерлеріне құрмет пен олардың адам төзгісіз ерліктері үшін мақтанышы біздің жүрегімізде мәңгі сақталады.